қазіргі уақытта умра сапары, қажылық сапары бір бизнеске айналып кетті деседі. Сол бір қажылық умра сапары бизнеске айналды ма? Менің өзімнің таңғалған жағдай, ойына, санаңа не келсе, Құдай тағала саған соны сол сәтте, сол уақытта саған жеткізеді. Суды ойыңмен ойлаған сәтте саған бір қажы қызмет қылып тұрады ғой. Дәл сол, яғни секундта өтпейді, ойыңа келді, саған бір қажы су ұсынып тұрады ғой. Сол қасиетті мекенге сен мені жеткіздің, сен мені шақырдың, Раббым, сенің қонағы болу нығметін маған бұйырды деген сезім, ол жерде көзімден жас, былайша айтқанда еріксіз, яғни тоқтау жоқ ол жерде. Ағамыз, ал көздеріңізді ашыңыздар деп Каба Муаззамаға қараған сәтте бір қарап қалдым, ағамыздың көзінен жас кеткен ғой. Тоқтамай жас ағып жатыр, өзім аңтамын. Алла тағала өзінің құлын қасиетті мекенінде, Бейтуллахында, қасиетті үйінде қонақ қылдырам десе, ол құлына ешқандай бір ақша да, ешқандай бір мүмкіншілік те қажет болмайды. Ассалаумағалейкум, қызмет саяхат компанияның көрермендері, YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің Алланың қалауымен алғашқы түсіріліміміз, алғашқы шығарылымымыз. Бүгінгі тақырып қызмет саяхат компаниясымен танысамыз. Өзінің бір ерекше орны бар қызмет саяхат компаниясы осы умра қажылық саласында. Бүгін біздің ерекше қонағымыз қызмет саяхат компанияның директоры Айбек мырзамен танысатын боламыз. Айбек мырза, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Уағалейкум сәлам, Елдос мырза. Алла разы болсын, шақыруыңызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Менің есімім Масанов Айбек Қазбекұлы. Абай облысы Жарма ауданы Жаңғызтөбе станциясында дүниеге келгем. Жалпы мамандығым қаржыгер. 4 баланың әкесімін. Қазіргі таңда қызмет саяхат компаниясының директоры болып, Алланың қонағына қызмет етудеміз. Сіз өзіңіздің болашағыңызды осы умра қажылық сапарымен байланыстырыпсыз. Бұған түрткі не болды? Несімен баурап алды? Ең маңыздысы не болды? Елдос мырза, жалпы осы Алланың қонағына қызмет қылу махаббаты менің балалық кезде жүрегімде ашылған бір сезім болды. Балалық кезімде дегеннен мақсат, менің құлағыма менің үлкен атам Құнанбай атамызбен бірге 1874 жылы үлкен қасиетті ұлы сапарға, қажылық сапарға бірге аттанып келген еді. Жалпы Құнанбай атамызбен бірге 3 рет үлкен қасиетті ұлы сапарға барған болатын. Балалық кезден біздің әжелеріміз құлағымызға құйып өсірді. Сен қажының ұрпағысың деп. Қажы деген сөздің қасиетін әжеміз құлағымызға құйғаннан кейін, ол сезім жүрекке ұялағаннан кейін, менде балалық кезден бір арман жүрегімде орын алды. Ол да ұлы сапарға, аталарымыздың барған қасиетті жеріне «Я Раббым, маған да нәсіп етші» деген бір сезім, бір махаббат жүрекке ұялады. Балалық кезден бастап қажыларды батасын алуға, қажылардың дұғасын алуға бір сондай бір ерекше бір менде бір ынта болды. Біреу қажыға барды деген кезде, ауылда құлағымызға естиміз ғой, қажыға барып келді деген кезде, бірінші орында сол қажымен жолығуға, соның батасын алуға бір асығып тұратынбыз. Мешітке барып батасын алатынбыз. Немесе өсе келе менде сондай бір әдет қалыптасты. Қажылыққа бара жатқан әрбір қажыны шығарып салу бір әдеті бойымда қалыптасты. Одан мақсат, жалпы қазақта айтады ғой, сынықтан басқасын бәрі жұғады дейді да. Яғни қажыны ұлы сапарға шығарып салу, оның кішігірім бір сол жолда бір қызмет қылып, сол ұлы сапарға шығарып салып, маған да жұғысты болсын деген бір сезім бойымда ұялағаннан кейін, балалық арманыма айналды. Балалық арманым енді ата-бабамыздың ұлы сапарға ел үшін, жер үшін, ұрпақ үшін дұға тілейді ғой. Бәлкім ойлаймын, осы Алланың қонағына қызмет қылу нығметі, шарапаты сол аталарымыздың өзінің ұрпағына тілеп кеткен батасының бір берекеті ме деп ойлаймын да. Алла тағала осындай бір ұлы нығметті нәсіп етті. Осы ұлы нығмет, ұлы қызметке ұласты деп ойлаймын. Керемет, керемет. Алланың қалауы болып тұрғаны ғой. Алланың. Керемет. Қасиетті сапар адамның жүрегінде бір ерекше сезім ұялтады дейді. Ең алғашқы умраңыз есіңізде ме? Кіммен бардыңыз? Қандай сезім болды? Ішкі эмоцияларыңызды бөлсе кетсеңіз. Енді жаңа Елдос мырза мен айтып кеткенімдей,
қажыларға қажылыққа бара жатқан кезде соларды шығарып салу бір әдетке айланды дедім ғой. Бір арманыма жету де бір менің сондай жүрегімде бір сезім ұялады. Құдай тағала, я Раббым, қасиетті мекенге осы қажылармен бірге қажылыққа баруды нәсіп етші деп дұға тілеп, соны армандап жүрген сәтте ешқандай бір ойымда келмеген кезде сондай бір ұлы сапарға, умраға емес, үлкен қажылыққа бару тікелей нәсіп болды. Үлкен қажылыққа бару. Үлкен қажылыққа бару нәсіп болғаннан кейін енді ол сапарым менің еш уақытта бір есімнен кете қоймайтындай бір үлкен сезімге, үлкен бір ерекше бір естелікке жүрегімде бір орын алды. Өйткені сол ұлы сапарға баруыма себепші болған, ұлы сапарға баруымды бір хабардар еткен бірінші хабар құлағыма келген кезде көзіме жас келді ол кезде. Яғни сол жаспен шыны керек яғни түсіндіріп жеткізе алмаймын, әлі сапардың хабары мені толғандырды. Сапардың хабары менің жүрегіме бір сондай бір махаббат, сондай бір сағыныш ұялатты. И сол сағыныш, сол махаббат қасиетті мекенге жеткізді мені. И ол қасиетті мекенде енді өзіңіз де білесіз, қасиетті Бейтуллахты көру Қағбай Муаззамада бисмиллахи Аллаху Акбар деген, я Раббым, мен қасиетті мекеніне келдім деген сезім, сол қасиетті мекенге сен мені жеткіздің, сен мені шақырдың Раббым, сенің қонағы болу нығметін маған бұйырды деген сезім, ол жерде көзімден жас, былайша айтқанда еріксіз, яғни тоқтау жоқ ол жерде. Сенің еркінде емес, еріксіз бір жас, еріксіз бір махаббат сол қасиетті мекенге жеткізді. Енді өте керемет бір ұлы сапардың әрбір сәті, әрбір минут, секунды ол жердегі саған тәтті болады, саған ләззатты болады да, былайша айтқанда. Ерекше бір саған күш береді, рухани бір саған бір сезім береді. Сол рухани сезімді сезіну шарапатын Алла тағала бұйырғаннан кейін Аллаға қанша шүкір етсек те аз. Тамаша. Айтып жатсыз, Қағбаны көргендегі сезім, ерікші жас мағанда да келді. Ол еш қайталанбайтын кез. Сол кездерде умра сапарында Қағбаны көргенде, сол Әл-Харамның ішінде болсын, бір қызықты, бір ерекше оқиғалар болды ма? Қиындықтар болған шығар сізде? Енді қасиетті мекендегі қиындық, оны қиындық деп айта алмаймын. Өйткені ұлы сапарға сен Құдай тағаланың қонағысың. Сен Құдай тағала сені өзінің қасиетті мекеніне қонақ қылдырып шақырып тұрғаннан кейін ол жердің қиындығы емес, тәтті, әрбір сәті тәтті да. Ол жердің ерекшелігі, яғни сен жүрегіндегі қандай мақсат, мұратың, арманың, дұғаң болса, тілегіңнің, дұғаңның қабыл болған дәлелін, соның былайша айтқанда дұғаңның шарапатын сол сәтте сезе бастайсың. Яғни ол жердегі менің өзімнің таңғалған жағдай, ойына, санаңа не келсе, Құдай тағала саған соны сол сәтте, сол уақытта саған жеткізеді, саған береді. Енді бір қызықты жағдайы, үлкен қажылықта әлбетте әл-хаджул машаққа дейді, қажылықта бір машақат бар. Ол жерде өйткені умра секілді бір жеңілдік емес, оның өзінің шарттары бар, амалдары бар орындайтын. Ол уақытқа, мекенге тән бір амал болғаннан кейін Мина жазығы бар, одан кейін барып Арафат жазығы, Мүздалифа жазығы, шайтанға тас ату амалдары. Сол амалдардың барлығы күннің тас төбеде тұрған уақытта жасалатын амалдар, яғни күннің ыстығы. Ол жердегі енді жазық, сахара, күннің шыжыған ыстығы адамды қаласа да қаламаса да бір қатты бір қиындыққа кенелтеді. Яғни бір ыстық адамды бір сондай бір ауыртпашылыққа сезеді. Яғни шөлдейсің ол жерде. Немесе күн басынан өткен кезде қолшатыр іздейсің дегендей. И сол сәтте, мысалы, күннің ыстығында кетіп бара жатқан сәтте бір шөлдеп қаласың ғой. Бір су, қолында су жоқ, бірақ шөлдеп тұрасың. Суды ойыңмен ойлаған сәтте саған бір қажы қызмет қылып тұрады ғой. Дәл сол, яғни секундта өтпейді, ойыңа келді, саған бір қажы су ұсынып тұрады ғой.
Яғни бұл сенің қасиетті мекенде жүрген ойыңды алла тағала қабыл етеді да. Ойыңнан өткен әрбір не өтсе ойыңнан, қандай ой өтсе ойыңды қабыл етіп тұрады. Ол жердің ерекшелігі де сол. Қасиетті жер. Дұғаң, ойыңдағы бүкіл арман мақсаттарыңды алла тағала біліп тұр, көріп тұр, қабыл етіп тұр да. Сол сәтте саған шарапатын, берекетін көрсетіп тұрады. Керемет, өте қызық, керемет. Көрермендердің мынандай бір өте ауқымды бір сұрағы бар. Көбісі айтады, Мекке Мединаға бару үшін ақша керек. Сіз айтып жатсыз, Раббыңның тарапынан шақырту керек деп жатсыз. Умра қажылық сапарына бару үшін бір шарттар, талаптар қажет пе? Осыны бір айта кетсеңіз. Елдос мырза, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынандай қасиетті сөзі бар. Қажылық жасаушылар, умраға барушылар Алланың қонағы деген қасиетті сөз бар, хадис шериф бар. Алланың қонағы. Енді умраға бару үшін қаражат керек пе деген секілді. Алла тағала өзінің құлын қасиетті мекенінде, Бейтуллахында, қасиетті үйінде қонақ қылдырам десе, ол әп-сәтте ол құлына ешқандай бір ақша да, ешқандай бір мансап та, ешқандай бір мүмкіншілік те қажет болмай қалады. Яғни Құдай тағала қиыннан қиыстырып реттеуші ғой. Өзіңнің сүйікті пендесін қасиет мекеніне қонағы қылдырып шақырды ма, кез келген себеппен, яғни ортада дүниелік бір себеп, кез келген бір себеп жаратып, сол себеп арқылы қасиетті мекеніне жеткізіп шақыртып алады екен да. Бұл жерде бұған көптеген мысалдар көп. Көптеген өзімнің достарымнан да, яғни ұлы сапарға, үлкен қажылыққа, кіші қажылыққа, өзімнің ортамда бауырларымнан ешқандай бір қарайсын баруға бір жағдайы жоқ, жиған тергені жоқ, бірақ Құдай тағала бір себеп жаратып, өзінің басқа пендесі арқылы себеп жаратып, өзінің мекеніне шақырып жатады ғой. Сондай бір көптеген мысалдар көп. Адам баласы әлбетте ұлы сапарға бару үшін ең бірінші ниет керек. Өйткені бүкіл амал ниеттерге байланысты ғой. Оның махаббат ниеті қасиетті жерге жеткізеді. Біздің ата-бабаларымыз ұлы сапарға, мысалы Құнанбай атамыз қасиетті сапарға, ұлы сапарға бармай алдын 1 жыл дайындалған екен. 1 жыл дайындық жасаған екен да ұлы сапарға. 1 жылдан кейін барып қасиетті сапарға барған. Оның өзіндік рухани дайындықтары бар. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қажының рухани келбеті деген тұғырнамасы бар. Ол жерде қажылыққа бару үшін алдын ала 3 тараудан тұрады. Бір қажылыққа бармай алдын дайындығы керек дейді. Яғни қандай дайындықтардан өту керек? Бармай алдын. Барғаннан кейін қандай амалдар, қандай шарттар жасау керек? Барып келгеннен кейін қажының рухани келбеті, қажы деген атқа лайық болу үшін қасиетті мекенге барып келген адамның жағдайы келгеннен кейін қандай жағдайда болу керек деген сондай керемет бір қажының рухани келбеті деген тұғырнама жасаған. Ол тұғырнамада барлығын баяндаған. Яғни бір қажы не жасау керек? Бармай алдын қандай шарттарды үйрену керек? Барғаннан кейін қандай амалдар жасау керек? Біз сол тұғырнаманың шеңберінде қажыларымызға дайындық жасаймыз. Айбек мырза, жаңа айтып жатқаныңыздай, көп достарым да ақшасыз барып жатты, яғни Алланың тарапынан шақыртуымен барып жатты. Оқырмандарымызға қызықты деген ойдамыз. Сол бір оқиғаны мысалда айтып кетсеңіз. Елдос мырза, жалпы қасиетті сапарда, ұлы сапарда, әсіресе үлкен қажылықта бұндай жағдайлардың көп куәсі боламыз. Үлкен қажылықта еш ақылма, санама үлкен қажылыққа келу мүлдем болмаған бір кәсіпкердің сыйлауы мен осы ұлы сапарды Алла тағаланың қонағы, Алланың қалауымен Алланың қонағы болып келіп қалдық деген көп жағдайлар бар.
Тіпті мен өзімнің бір досым бар. Сол досым үлкен қасиетті сапарға бару нығметіне иеленген. Қалай болды десем, бір кәсіпкер тіке сол досыма хабарласып, мен саған үлкен қажылыққа баруға өзім сый ретінде беремін деп, сондай бір бұл сүйінші хабарды хабарлаған болатын. Ана досымның өзі айтады, жалпы мен арман мақсатым еді дейді да, арманым еді, ниетім еді. Алланың қалауымен, Алла тағала өзінің қасиетті мекеніне сол кәсіпкердің себебімен мені үлкен қажылыққа өзінің үйіне қонақ қылуды нәсіп еткен дейді. Бұндай мысалдар өте көп. Бұл ақылымыз, санамыз алмайды. Былайша айтқанда, Алла тағала өзінің қасиетті мекеніне түрлі себептермен өзінің қонағын алып келеді. Бұл бір берекелі бір нығмет. Тамаша. Алланың мейірімі ғой. Барлығы Алланың мейірімі, Алланың рахымы. Керемет, рахмет жауабыңызға. Енді мынандай сұрақ. Көп көрермендер, көп оқырмандар қазіргі уақытта умра сапары, қажылық сапары бір бизнеске айналып кетті деседі. Яғни компаниялар үлкен табыс алады, үлкен табысқа жетеді. Сол бір қажылық умра сапары бизнеске айналды ма? Бір өз көзқарасыңызды, өз пікіріңізді айтып кетсеңіз. Бұл сапар, бұл саяхат емес та. Бұл бір туризм емес. Әлбетте, жалпы бір статистика естідім. Қазақстаннан жылына 3 миллион адам сыртқа, шет мемлекетке демалуға шығады екен. Ал енді осы қасиетті сапарға аттанатын адамдардың саны 30-40 мыңның арасы. Бұл ұлы сапар. Бұл бір бизнес емес. Бұл ұлы сапар. Өйткені бұл сапарда екі түрлі жауапкершілік бар. Бірінші материалдық жауапкершілік, екінші рухани жауапкершілік. Яғни материалдық жауапкершілік дегеніміз қасиетті сапарға аттанған қажылардың ұшағын, одан кейін барып трансферін, қонақ үйін, одан кейін барып визасын, ар жақта жейтін тағамын, соның барлығын ұйымдастыру бір материалдық жауапкершілік. Бұны ұйымдастыру үшін бір қаражатқа қажет етеді. Бір қаражатты қажет етеді. Яғни шығын шықпай кіріс кірмейді дейді ғой. Бір шығын шығу керек. Бұл шығынды әлбетте біздің қажылық фирмалар қажыға қызмет қылу үшін, қажының комфорты үшін, қажыға сервис жасау үшін осы қаражатпен бұлардың барлығын ұйымдастырады. Енді рухани жауапкершілік, қажы ол бір саяхатқа бара жатқан жоқ қой. Қажы өзінің қажылық міндетін, 5 парызын орындауға бара жатыр. Ал 5 парызды орындау деген бұл қажылық амалы, бұл өзіндік бір ерекше бір шарттармен шектелген бір амал. Мысалы 5 парызда біз намаз оқимыз, ораза тұтамыз. Бұл өзіміздің денемізбен жасалатын бір ғибадат болғаннан кейін, ал қажылықта ондай емес. Қажылықта әрі денеңмен, әрі малыңмен ғибадат жасайсың. Жалпы қажылыққа барған кезде қажының орындайтын міндеттері бар. Жаңа айттым ғой, рухани жауапкершілік. Кез келген фирма қажының рухани жауапкершілігіне жауапты. Яғни бір қажы қасиетті мекенде орындайтын амалдарын толыққанды орындай алды ма? Яғни амалдардан, ол жерде орындалатын амалдар, қажылықтың парызы бар, уәжібі бар, сүннеті бар, шарттары бар, жасайтын міндеттері бар, өзіндік әрбір жерде жасайтын дұғалары бар ол жерде. Сол дұғаларды, сол амалдарды толыққанды кемел бір дәрежеде орындатқызуына әрбір фирма осы рухани жауапкершілікті жауаптанады. Сол үшін бұл бір бизнес емес. Бұл материалдық тұрғыдан да ұйымдастырады, рухани тұрғыдан да қажының кемел дәрежеде оның амалдарын орындауына себепші болады. Қажеттілігін береді. Қажеттілігін береді. Рахмет жауабыңызға. Сіздің осы компанияда мол тәжірибе барыңыз білініп тұр. Осы компанияда мол қызмет еткеніңіз білініп тұр. Енді мынандай сұрақ. Қызмет саяхат компаниясы туралы сөйлесейік. Қызмет саяхат компаниясының ерекшеліктері,
қай жылы шығарылды, осының барлығын айтып кетсеңіз. Елдос мырза, жалпы қызмет саяхат компаниясы 2006 жылдан бастап осы қажылық саласында қызметін жалғастырып келе жатыр. Бүгінгі таңға дейін 18 жылдық қызмет тәжірибесі бар. Жалпы қызмет саяхат компаниясының ұраны Алланың қонағына қызмет қылу. Яғни бұл ерекше бір нығмет. Алла тағала өзінің қонағын қасиетті мекенге шақырғаннан кейін ол Алланың қонағына қызмет қылу нығметі, бұл әрбір адамға бір бұйыра бермейтін бір нығмет та. Сол үшін бұл шарапатты бір қызмет. Қажылардың батасын алу. Енді Елдос мырза, білесіз, сіз қасиетті мекенде қажылардың дұғасы Құдай тағаланың құзырында кері қайтарылмайды. Қандай дұға тілесе Алла тағала дұғасын қабыл етеді. Сөзсіз қабыл етеді. Енді сіз ол қажыларға қызмет қылып батасын, ризашылығын алсаңыз, бір қажымыз: айналайын балам, Алла тағала сенің мақсат мұратыңа жеткізсін деп сол жерде бір дұға тілесе, Құдай тағала қажының дұғасын қабыл етеді. Яғни қажы болып бару бір бөлек бір нығмет, ал қажыға қызмет қылу бұл ерекше бір нығмет. Яғни қажының сен сол қасиетті мекенде амалының сауабына ортақтасасың. Бұл ерекше бір нығмет. Сол үшін мен қызмет саяхаттағы ұжымдастарыма, әріптестеріме әрқашан айтамын: бұл қызмет Алланың қонағына қызмет. Алланың қонағын риза қылдыру, Алланы риза қылдыру болып есептеледі. Алланың қонағына былайша айтқанда көңіліне қаяу түсіру, қызметімізде кішкентай ғана бір кемшілікке себепші болу, ол біздің Алланың құзырында сауап жинаймыз деп керісінше күнәға батуына себепші болатын. Айбек мырза, қызмет саяхат компаниясы 18 жылдан бері қызмет етіп келе жатыр дедіңіз. Енді сізге сұрақ: мемлекет тарапынан қандай да бір сый-сияпаттар болды ма қызмет саяхат компаниясына? Болды. 2017 жылы үздік ұйымдастырушы сертификатын алған едік. Одан кейін барып 2019 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан үздік қажылық ұйымдастырушы марапатын алған едік. Одан кейін барып туристік қамқордан жауапты компания деген марапатын алған едік. Рахмет жауабыңызға. Қызмет саяхат компаниясы жалпы қажыларға, Алланың қонақтарына қандай қызмет ұсына алады? Жалпы қызмет саяхат компаниясы 18 жылдық тәжірибесі бар. 18 жылдың ішінде 35 мың қажыға қызмет жасады. Елімізде 5 қалада офисіміз бар. 5 қаладан қажыларымызға қызмет жасайды. Біздің жалпы басында айтып кеткенімде ұранымыз Алланың қонағына қызмет қылу. Бұл үлкен бір үлкен жауапкершілікті талап ететін қызмет. Жалпы бұл қызметтің бағана басында да айтып кеткенімде екі жауапкершілігі бар: материалдық жауапкершілігі және рухани жауапкершілігі. Материалдық жауапкершілігі жалпы ол қажыларымыздың сапалы, комфорт, жайлы ұшағымен қамтамасыз ету. Одан кейін барып жайлы трансфермен, жайлы қонақ үйімен, жайлы дастархан тағамымен қызмет қылу. Одан кейін барып рухани жауапкершілігі бар. Ол біздің қажыларымыздың амал ғибадаты нұқсансыз, толық, кемел дәрежеде орындау үшін біз әрбір қажымыздың амалына көңіл бөлеміз. Ал көңіл бөлу үшін бізде жетекшілеріміз бар. Ол жетекшілеріміз 24-те 7 жұмыс жасайды. А точкасынан Б точкасына, Б точкасынан А точкасына. Яғни қай жерден қажымызды алады, сол жерден алып, бүкіл қасиетті ұлы сапарында қызмет қылып, қайтадан сол точкасына алып келеді. Біздің негізгі мақсатымыз сол. Жетекшілеріміз Алланың қонағына толыққанды қызмет қылу үшін оның материалдық тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да жауапкершілікті мойнына алып, кемел дәрежеде қызмет қылады қажыларымызға. Яғни қажыларымыз уайымсыз қажылығын жасайды. Уайымсыз. Қажылыққа барған кезде тамағым не болды деп уайымдамайды. Амалым, ғибадатым не болды деп уайымдамайды. Қонақ үйім не болды деп уайымдамайды. Яғни уайымсыз қасиетті ұлы сапарына
барып келуіне біз сенім, комфорт, сервис Кепілдік. қызметін көрсетеміз. Керемет, тамаша. Жалпы умраға қызмет саяхат компаниясын баруға ұсынамыз ғой көрермендерге? Әлбетте ұсынамыз. Алдағы уақытта қасиетті сапарға ниет қылдырған кез келген отандастарымыз қажылыққа болсын, умраға болсын, ниет қылып, ұлы сапарға армандап, мақсат қойып, баруға ниет қылдырған жандарға біз толыққанды қызмет етуге дайынбыз. Яғни әрбір отандасымыздың жоғары сервиспен, жоғары комфортпен, сеніммен, ешқандай уайымсыз ұлы сапарын, бәлкім бұл сапар ол отандасымыздың өмірінде бір-ақ рет болуы мүмкін. Өмірінде бір-ақ рет болған сапарды бізге аманат қылдырып тапсырып тұр. Ол аманатқа қиянат жасамай, толыққанды қызмет етуге біз дайынбыз. Айбек мырза, умра мен қажылыққа барарда қандай компанияны таңдаған дұрыс? Компания таңдағанда қандай кеңестер бересіз? Әрбір отандастарымыз ұлы сапарға, қасиетті сапарға ниет қылған кезде, үлкен қажылыққа ниет қылдырған кезде, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен тізімі бар. Қажылық сапарына апаруға рұқсат етілген қажылық фирмаларының тізімі бар. Сол тізімдегі фирмаларды таңдап, өзінің қасиетті сапарының аманатын сол фирмаларға тапсыра алады. Умраға барушында әлбетте отандастарымыз фирманың лицензиясына қарау керек. Әрбір фирма мемлекеттік лицензия алады. Одан кейін барып туристік қамқордан сертификаты болады, аята сертификаты болады. И сол шарттарға сәйкес әрбір отандастарымыз ол фирмаға барар кезде, немесе сол фирмадан ұлы сапарға барар кезде солардан договор сұрау керек. Сол договордың шеңберінде ол фирманың нақты тіркелгенін дәлелдейді. Айбек мырза, рахмет, алла разы болсын. Өте мағыналы, пайдалы ақпараттар болып жатыр. Көрермендерден мынандай сұрақ жиі келіп жатыр. Умра қажылыққа бару үшін 5 уақыт намаз оқу керек пе? Намазда болу керек пе? Осы сұраққа көрермендердің сұрақтарыңызға жауап берсеңіз. Елдос мырза, менде осындай бір жағдай болды. Бір қарындасымыз Америкада өзі университетте оқиды екен. Анасы екеуі әкесін намазға себепші болу үшін әкесіне айтпай умраға бір жолдама алып қояды. Қарындасымыз өзіне, анасына, әкесіне. Әкесі де госорганда жұмыс жасаған, сол жерден зейнеткерлікке шыққан. Әкесі білмейді умраға бара жатқанын. Қызы келіп Америкадан әкесіне айтады, осындай бір саяхатқа бара жатырмыз, теңізге бара жатырмыз деп, араб түбегіне, бірақ умраға бара жатқанын әкесіне айтпайды. И бұл мен өзімнің басымнан өткен бір оқиға болды. И дәл сол сәтте біз алдын ала бір сабақтарын жүргізіп дайындық жасаймыз ғой умраға. И дайындық кезінде қарындасымыз маған жақындап айтады да, мені әкем білмейді дейді да, умраға бара жатқан. Біз себепші болу үшін, намазға себепші болу үшін апара жатырмыз дейді. Мен де өзім аң-таңмын. Енді қалай істейміз, қалай түсіндіреміз? Сіз көмекші болсаңыз түсіндіріп дейді. Жақсы, көмекші болайын дедім. И сол сәтте біз әкесін дайындық сабаққа алып келген жоқ қарындасымыз. Өйткені бармай қалу қаупі бар. Өздері келді, біздің беретін сыйлықтарымызды алды, әкесі аэропортқа келді. И сол жерде әкесі өзінің умраға бара жатқанын көреді, біледі, біліп қояды. Енді ойлаңызшы, саяхатқа барам деп ниет етіп шыққан адам умраға бара жатқан кезде ол төбесінен жай түскендей болады ғой, не болып кетті дейді да мынау. И дәл сол жерде қызымен жұбайын айтады да, сендер өздерің бара беріңдер, сендер мені алдап қойдыңдар, мен бармаймын дейді. Мен дайын емеспін дейді. Мен 5 уақыт намазым жоқ дейді. Еш дайын емеспін дейді. И сол сәтте барлығымыз көндіреміз. Көндіреміз. Жүріңіз, барыңыз. Құдай тағаланың шақыруы, Құдай тағаланың қонағы боласыз деп. Көнеді, барады, ұлы сапарға бірге барамыз, ихрамымызды киеміз. Алғашқы Каба-и Муаззаманы көруге бірге шықтық жолға. И дәл сол сәтте біз Каба-и Муаззамаға бара жатқан кезде көздеріңізді төмен түсіріңіздер деп айтамыз ғой. Сіздерге ашын, көздеріңізді көтеріңіздер, көздеріңізді ашыңыздар, Кабаға қараңыздар, дұға тілеңіздер деп. Біз сол амалды жасатқан кезде
ағамыз ал көздеріңізді ашыңыздар деп қабы муаззамаға қараған сәтте бір қарап қалдым, ағамыздың көзінен жас кеткен ғой. Тоқтамай жас ағып жатыр. Өзім аң-таңмын ана жерде. Дұғамызды тіледік, умрамызды жасадық. Жасап болғаннан кейін ағамыздың бір сөзі маған қатты бір әсер етті. Мен дейді, басым өмірі сәждеге тимеген еді дейді. Құдай тағала өзінің қасиетті мекенінде басымды сәждеге тигізді. Енді сол сәттен бастап басымды сәждеден алмаймын деп уәде еттім дейді сол жерде дейді. Мен дейді, дүние жүзіндегі бүкіл курорттың бәрін көріп шықтым дейді. Бірақ дәл осы жерде, қасиетті жердегі жүрек тыныштығын дейді, басқа жерден сезіне алмадым дейді, көрген емеспін дейді. Жүрегімнің рахаты, жүрегімнің тыныштығы осы жерде жүрегіме бір сезім ұялады дейді. Қабы муаззама көрген кезде дейді, жүрегіме найзағай кіргендей болды дейді. Сондай бір ерекше жылап тұрып айтып жатыр ағамыз. Яғни бұл дегеніміз, Құдай тағала біреуге тура жолды нәсіп етуін қаласа, ол өзінің қасиетті мекеніне апарып, сол жерде нәсіп ете салады. Сол жерде жүрегіне бір иман нұрын ұялата салады. Басын сол жерде сәждеге қойдырта салады. Яғни алдын ала дайындық мәселесін айтып тұрмын ғой. Яғни кез келген адам қандай себеппен барса, ол қасиетті жерде жүректердің, былайша айтқанда жүректердің иесі Құдай тағала. Қасиетті жерде жүрекке рухани бір сезім ұялаған кезде адам баласы бір кемелдену дәрежесіне жетеді. Бұл ерекше бір сезім. Құдай тағала баршамызға нәсіп етсін, иншалла. Амин. Амин. Алланың мейірімі деп керемет, тамаша оқиға, тамаша. Айбек мырза, рахмет. Алла разы болсын. Керемет. Алла ісіңізге береке берсін. Оқырмандарға пайдалы болдық деген ниеттеміз. Барлығы аң-таң болып тыңдап отыр деген ниеттеміз. Алла ісіңізге береке берсін. Өсе беріңіз, өне беріңіз. Алланың мейірімінде болыңыз, рахымында болыңыз. Сізге алғысымыз шексіз, Елдос мырза, Алла разы болсын сізге де. Келгеніңізге мыңда бір алғыс. Алланың мейірімінде болыңыз. Құрметті көрермендер, соңына дейін көргендеріңізге мыңда бір алғыс. Қасиетті мекеннен сіздерге бір сыйлығымыз бар. Осы подкасттың астына пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. 3 ұнамды пікірге, 3 ұнамды комментарияға сыйлығымызды береміз. Алланың қалауымен. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет көп.